Бүгін ұлттық киім күні Бельгиядағы қазақстандық студенттер қауымдастығының мүшелері ұлттық мерекені еліміздің осы мемлекеттегі елшілігінде атап өтті. Мерекелік кездесуге танымал жапондық блогер полиглот Юджи Белезе де қатысты. Әлеуметтік желіде елімізді шетелдіктерге жарнамалап жүретін саяхатшы блогер Қазақстанның туризм елшісі. Жапондық Юджи Белезе шетелдіктерге Қазақстан жайлы ақпарат, қазақстандық шоколадтар атып танымал бол. Қазір әлеуметтік желіде оның 7 миллионға жуық жазылушысы бар. Полиглот 15 тілде еркін сөйлеу арқылы көптің көңілін жаулаған. Қазақшаны онлайн үйреніп, Қазақстанға 5 рет сапарлапты. Мен Қазақстан жақсы көремін. Мен Канада мен Канада қазақ бар. Мен өте қуаныштымын. 5 бармақ сағандым, бауырсақ сағандым. Бельгиядағы Қазақстан елшілігіне келіп, ыстық бауырсақтан дәм татып, Юджи сағынышын басқандай болды. Корольдікте білім алып жатқан қазақстандық студенттермен ұлттық киім мерекесін бірге тойлап, салт-дәстүр мәдениет жайлы пікір алмасты. Жапон жігіті енді домбыраның құлағында еркін ойнауға құштар. Юджи қазақтың ұлттық ойындарының да жан күйері. Елшілікте асық ойнаудан қазақ жастарын шаң қаптырып, кәдесиді қанжығасына майлады. Сонан соң сыртта садақ атып көрді. Қаны қазақ болмаса да, жаны қазақ. Шымкент, Түркістан, Ақтау, Алматы, Астана, бары қала жақсы көремін. Қазақ Жапон бұрдыған, менің қанында қазақ бар. Ең қонақжай адамдар қазақ бар. Еліміздің мәдениеті мен табиғатын әлемге насихаттауға қосқан үлес үшін Юджи Қазақстанның туризм елшісі атанған. Енді осы жауапкершілікті абыроймен арқалап, ұлы даланың бар жауһарын жаһанға кеңінен танытуды көздейді. Нұрсұлу Қасым, Бауыржан Дүйсенбекұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Брюссель.